English Language for Kazakhstan, Grade 3, Activity Book, Model 5, page 51, 52, 53, 54, 55. Саламатсыздар ма, құрметті 3 сынып оқушылары. Бүгін сіздерде 5-ші модуль My Free Time менің бос уақытым тақырыбы бойынша жұмыс дәптеріндегі жаттығуларды жасайтын боламыз. Lesson 1, Exercise 1, Read and Color. Бірінші жаттығуды оқыңыз және бояңыз деп тұр. First, the blue bird can run. Көк түсті құс жүгіре алады. Second, the purple bird can draw. Күлгін түсті құс сыза алады. 3. The yellow bird can sing. Сары құс ән айта алады. The orange bird can skateboard. Қызғылт сары құс скейтборд тебе алады. 5. The red bird can climb. Қызыл түсті құс өрмелей алады. Дәл осы түстерге бояп шығасыздар. Келесі тапсырма Exercise 2, Make sentences. Сөйлемдер құрастыру қажет. Can Amy dance? Amy билей ала ма? My brother can't cook. Менің ағам тамақ жасай алмайды. My grandpa can't jump. Менің атам секіре алмайды. Әсел can draw. Әсел сыза алады. Exercise 3. What can Cody do? Listen and put a tick or a cross. Үшінші жаттығуда Коди не істей алады? Тыңдалымды таңдап, белгілеңіздер немесе істей алмайтын затын X пен крест қойып сызып тастаңыз. Cody can draw. Cody can jump. Cody секіре алады деген. 3. Cody can dance. Cody билей алады. Cody can skateboard. Cody skateboard тебе алады. Тыңдалымды таңдап, Cody'дің не істей алатындығын жазасыздар. Lesson 2. Екінші сабақ. Exercise 1. Complete. Then circle the correct picture. Бірінші жаттығуды толықтырыңыз және дұрыс суретті домалақтап белгілеңіз деген. First A. Jigsaw puzzle. Second A. Scooter. 3 B. Train, poised. 4 B. Toy bricks. 5 B. Robot. 6 A. Teddy bear, Teddy аюы. Exercise 2. Look, read and choose. Екінші жаттығуды қараңыз, оқыңыз және таңдаңыз. First, it is soft, it is plastic. Ball. Second, it is metal, it has got wheels. Бұл металл және оның дөңгелектері бар. Scooter. 3. It is soft, it is big. Teddy bear. 4. It is plastic, it has got 4 wheels. Бұл пластик және оның 4 дөңгелегі бар. Car. Машина. Lesson 3. Exercise 1. Make sentences. Then number the pictures. Бірінші жаттығуда сөйлемдер құрастыру қажет және суреттермен номерлеп шығу қажет. First, let's play with our robots. Second, don't touch those toy bricks. 3. Let's do a jigsaw puzzle. 4. Draw a train, please. Пойыз сызшы, өтінемін деп сұрап тұр. 5. Get that scooter. Ана скутерді алып кел. Don't touch this teddy bear. Мына тедди аюға тиіспе. Енді суреттерді номерлеп шығайық. 1 B, 2 E, 3 C, 4 A, 5 D, 6 F. Exercise 2. Write. Екінші жаттығуда жазыңыз. Open your book десе, кітапты аш десе, сіз кітапты ашпа деп айтасыз. Don't open your book. Touch the teddy bear. Don't touch the teddy bear. Get the ball. Don't get the ball. Допты алып кел, допты алып келме. 4. Play with the robot. Don't play with the robot. Роботпен ойнама. 5. Draw a train. Don't draw a train. Lesson 4. Exercise 1. Look, read and match. Бірінші жаттығуда қараңыз, оқыңыз және сәйкестендіріңіз деген. It is the car. Бұл машина. Екінші суретке тура келеді. 2 A. It is a hard toy. It is white. 3 B. Үшінші суретте B сөйлем берілген. C. What is it, Chico? Бұл не? Chico. C. Picture 4.
C сөйлемі төртінші суретке тура келеді. D. It is a soft toy. It is blue. Бұл жұмсақ ойыншық. Ол көк түсте. D сөйлемі бірінші суретке тура келеді. Келесі тапсырма exercise 2 complete draw. Толықтырыңыз және сурет сызыңыз деген. I'm a toy. Мен ойыншықпын. I'm a girl or a boy. Мен ол немесе қызбын. Let's play. Кел ойнайық деген. What am I? Мен немін? A car, a doll, a teddy bear. Бұл жерде сіздер алдыңғы сабақтарда өткен ойыншық түрлерін жазып, ойын ойнауларыңызға болады. Мысалы, what am I? Мен немін? Кіммін? A car, машина деп машинаны сызасыздар. A doll, кукланы сызасыздар, иә? What am I? Мен кіммін? Teddy bear, тедди аюды сызуларыңызға болады. Қалағаныңыз бойынша қалаған ойыншық түрін жазып сызасыздар. Lesson 5, 5-ші сабақ, exercise 1, look, read and choose. Бірінші аттоғда қараңыз, оқыңыз және таңдаңыз деген. First, go to the park, саябаққа бару. Second picture, play volleyball, волейбол ойнау. Third picture, ride a bike, велосипед тебу. Fourth picture, play the guitar, гитарада ойнау. Келесі тапсырма exercise 2, look, read and write. Екінші аттоғда қараңыз, оқыңыз және жазыңыз деген. Бұл жерде таблица берілген. Сәуле, Дания, Қайрат және Нұржан. Олардың не істегенді ұнататындығына птичка қойылып белгіленген. Сол сөйлемдерді табып, балдардың атын жазып шығуымыз қажет. First, I like playing volleyball and playing football. I like riding a bike too. Сәуле, мен волейбол және футбол ойнағанды ұнатамын, және де велосипед тепкенді де деп тұр. Бұл сәуле. Second, I like playing the guitar and playing football. I like riding a bike too. Гитара ойнағанды ұнатамын, футбол ойнағанды және велосипед тепкенді ұнатамын деп тұр. Бұл Нұржан. 3. I like playing the guitar and playing volleyball. Мен гитара ойнағанды және волейбол ойнағанды ұнатамын. I like playing football too. Футбол ойнағанды да ұнатамын деп тұр. She is Дания. Ол Дания, иә? 4. I like playing the guitar and playing volleyball. I like riding a bike too. Мен гитара ойнағанды және волейбол ойнағанды ұнатамын, және велосипед тепкенді ұнатамын деп тұр. He is Қайрат. Ол Қайрат. Жұмыс дәптеріндегі 55-ші беттегі тапсырмалар аяқталды. Сабақ сіздерге түсінікті, пайдалы болған болса, каналға тіркеліп, келесі сабақтарды күтіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Goodbye.